Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте тойымды, құнарлы, дәруменге бай өзбек ұлтының тағамы маш хорда, яғни бізде қазақша маш көже деп атайды. Осы тағамды жасайтын боламыз. Рецептін міндетті түрде соңына дейін қарап, жаңадан келген көрермен болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанға май құйып, майымыз қызғаннан соң ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап етті қуырып алатын боламыз. Шамамен етті 5-6 минут шамасында сөлі тартылғанға дейін қуырып аламыз. Содан соң пиязды салып, пиязды да шамамен 4-5 минут шамасында етпен бірге жақсылап қуырып аламыз. Содан соң үккіштен өткіздім мен. Сәбізді қаласаңыздар үлкендеу етіп турасаңыздар болады. Сәбізді, картопты, болгар бұрышын және де томат пастасын салып, барлығын жақсылап қуыратын боламыз. Томат пастасын салғаннан соң міндетті түрде 5-6 минут шамасында жақсылап қуырып алыңыздар. Сол кезде томаттың қышқыл дәмі шықпайтын болады. Жақсылап қуырып алғаннан соң су құямыз. Суды отбасыңыздың адам санына байланысты құятын боласыздар. Мен 2,5 литрдей су құйдым. Содан соң дәміне қарай тұз, бұрыш, өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті салып, жақсылап араластырып, қазанның қақпағын жауып бір қайнатып аламыз. Бір жақсылап қайнағаннан соң тазалап жуылған машымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, осы маштың өзін шамамен оттың астын баяу отқа қойып 30 минуттай қайнатамыз. Сол кезде маш жұмсарып, жарылуы тез. Мінекей осылай. Машымыз пыстау дегеннен соң жуылып тазаланған күрішімізді салып, тағы да жақсылап араластырып, күрішті де 10-15 минут шамасында орташа отта қайнатып пісіріп алатын боламыз. Қазанның қақпағын жартылай жабыңыздар. 10-15 минуттан соң біздің маш хорда тағамымыз дайын. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Өте тойымды әрі өте дәмді, қазіргі ораза кезінде ең керекті ас деп ойлаймын. Құнарлы, тойымды әрі ас болсын достар. Рецепті ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап қойсаңыздар, мен қуанып қалатын едім. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл.